Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен фитнес салатының жасалу жолымен видеода бөлісетін боламын. Ең бірінші соус дайындап аламыз. 1 шай қасық бал, 3 ас қасық зәйтүн майын, кішкене ғана тұз, 1 шай қасық шекер, 2 шай қасық горчица және жарты апельсиннің суын сығып, соусымызды жақсылап қанты ерігенше араластырып қойып қоямыз. Піскен қызылшамызды 4 бұрышты етіп турап қоямыз. Бөлек ыдысқа салып, бөлек ыдысқа руккола 200 грамм салып, үстіне дайындаған соусымызды 2 ас қасық құйып, араластырып қойып қоямыз. Қызылшаға да соустан құйып, оны да араластырып қойып қоямыз. Және менде қатты сырды да 4 бұрышты етіп турап, бөлек қойып қоямыз. 2 апельсиннің қабығын аршып, 4 бұрышты етіп турап, бөлек ыдысқа салып қоямыз. Енді барлығын ыдысқа сәндеуге дайындаймыз. Мен бір үлкен тарелкаға дайындадым. Сіздер 2 тарелкаға дайындасаңыздар болады. Осылай қызылшаны жақсылап салдым. Үстіне рукколаны жаймай үйіп салсаңыздар әдемі көрінеді. Туралған сырымызды және апельсинімізді осылай әсемдеп қоямыз. Үстіне бальзамический соус құйып, кедір жаңғағы болмаса күнжітті сеуіп қойсаңыздар әдемі көрінеді. Салатымыз дайын. Ас болсын.